Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін сіздермен бірге духовкада бәліш жасайтын боламыз. Ішіне әртүрлі начинкалар салуға болатын бір керемет тез пісетін бәліш бар. Соны сіздерге көрсетейін деп, ал ендеше кеттік. Ал ендеше неке жаңағы жұмыртқамыз 2. Бісміллә. Екі жұмыртқамызды салып, кішкене араластырып алайық. Сосын үстіне 2 толма стакан бізде сүтіміз бар, міне жылы сүт. Мынандай жылы сүтіміз бар. Бісміллә. Бұны жақсылап араластырып алайық. Сосын 4 шай ас қасықпен қант саламыз. Егер де тәтті қылғыларыңыз келсе, көбірек салыңыздар. 1, 2, 3, 4. Осыған енді үлкен ас қасықпен толтырмай дрожь емес. Менде мұнда азғантай бар екен, ішінде басталған. Енді осыған 1 шай қасық қопсытқыш толтырмай 1 шай қасық қопсытқыш салыңыздар, мінекей. Енді жақсылап араластырамыз. Енді 150 грамдай сармай болу керек. Сливочный май болса, тіпті жақсы. Менде міне қаймақ бар екен, сол қаймақты ертіп, тортасымен бірге қаймақ құйып жатырмын. Осында жақсылап араластырамыз. Сосын шай қасықпен 1 шай қасық тұз саламыз. Осының бәрін жақсылап тағы араластырып жүріңіздерді. Сорғанынша ұн саласыздар. Қамыр кішкене жұмсақтау болу керек. Өте қатты қылмаңыздар. Тығыз болып піседі, әйтпесе. Ұнымыз еленіп тұр. Елеуіштен өткізілген. Енді осыны ақырындап қосып қамыр жасаймыз. Жұмсақ қамыр. Бісміллә. Неке қамырымыз дайын болды. Өте керемет жұмсақ бұлқа жұмсақына қараңыздаршы. Осыны енді бір жарты сағатқа көтертуге қоямыз. Көтерілгеннен кейін бір басып, үшіншінде уже қамырымыз дайын деген сөз. Неке қамырымыз ашыды. Мен жай сіздерге ортасын көрсетіп жатырмын, қалай ашығанын. Неке өте керемет болып ашып шығыпты. Мына қараңыздаршы. Нанның жақсы ашығанын осыдан да көруге болады, неке. Мен қамырымыз ашып, 2 рет басып қойдық. Енді домалатып қамырымыздан кіттай тесталар жасайтын боламыз. Ал неке қамырымызды жаңа 2-3 рет басып қойдық қой, 2 реттен. Енді 3-ші осыны алып, қазір кішкентай бірнеше бөліктерге бөлеміз. Қамырды қараңыздар, қандай керемет. Осыны бірнеше кішкентай бөліктерге бөліп шығамыз. Енді осыларды дөңгелетіп қоямызда, бетін кішкене жауып 5 минут қоя тұрыңыздар. Міне осылай алып. Керемет, қолға да жабыспайды, өте керемет. Неке, бұлай етіп. Барлығын осылай жасап шығамызда, 5 минутқа бетін жауып қоя тұрамыз. Ал неке ақырындап енді бісміллә деп сайық. Енді бұл қамырдың бір құпиясы, енді ұнсыз ысамын.
Сосын артын алдын аудармаймыз. Енді реті келсе осылай алға ғана. Осылай. Мынандай үкіштен өткізген сырымыз бар. Уақыт алмасын өткізіп қойдық. Енді мен кішкене тұз салам. Шай қасықпен жарты қасықтан 1/3 бөліп салып, кішкене қолмен араластырып жүріңіздер. Себебі шамалы арасында сыр бар екен сезінейік деп балалар сөйтіп жатыр. Енді осыны ақырындап шет жағына саласыздар да. Енді осыны бүйтіп жауып, жан жағын бүйтіп қолмен басып жүріңіздер. Көрдіңіздер ме? Сосын ары қарай домалатып алып кете береміз. Екіншісін мен жаңа біреуін сырдан жасадым ғой. Енді екіншісін үйде мынандай менде алмадан, үйдің алмасынан жасалған мынандай джем бар. Тартылған мясорубкадан қант қосылған. Мен екеуін екі бөлек қып, жартысын жаңа сырдан жасап жатырмын, жартысын сосын осындай алманы джемнен жасап жатырмын. Жаңағыдай тоже бүйтіп жан жағынан шығып кетпесін деп, бүйтіп жан жағын басып жүріңіздерді. Сосын орайсыздар бүйтіп. Мынаны бүйтіп мынаған қысып жүріңіздер. Ашылып кетпейтіндей. Мынасында ішіне қарата салып жүріңіздер. Міне осындай болып шығады. Барлығын осылай жасап аламыз. Булочкамыз жаңаға әдем болып көтеріліп тұр. 15-20 минуттай қойдық. Енді бір дана жұмыртқаның сарысымен бір қасық, ас қасықпен сүт араластырамыз да бетіне жағамыз. Жақсылап бүкіл жеріне жағып шығыңыздар осылай. Дүкеннің жұмыртқасы болғасын ақтау болады, цвет. Үйдікі болса сап-сары болар еді. Жұмыртқаның сарысында жағып жатады, ағымен бірге ағында араластырып жағып жатады. Бірақ мен енді осылай бүгін көрейін деп, сарысымен сүтті араластырып жағып жатырмын. Енді біз лезімен де кесіп жатады. Мен кішкентай ғана, жай ғана арымын жасап, пышақпен үстіне бүйтіп сәндік үшін кішкене кесіп жатырмын. Кеспесеңіздер де болады. Күнжуттарыңыз болса, азғантай күнжут сеуіп жүруге болады. Күнжут бола ма, мак бола ма, енді қолда не бар. Болмаса, сеппей қойға да болады. Менде бар, енді үйде сондықтан сеуіп жатырмын. Бетіне азғантай, кішкене сән береді. Енді қазір дәмін көретін боламыз. Ал құрметті көрермендер, мінекей сіздермен бірге пісірген бүгінгі керемет тағамымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет шығады. 15-20 минутта ғана дайын болатын, қолда бар заттармен жасалатын керемет осындай нан шықты. Маған подписка жасап, лайк басып кетіңіздер. Комментарияға сіздер пісіріп көрсеңіздер, жазып жіберіңіздер, қалай болды екен сіздерде. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.